Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұр Сезім. Бүгін кешкі асқа корейский пигоди дайындаймыз. Жылы суға ашытқыны, тұз, қант және сұйық майды қосып араластырамыз. Және соңында ұнды қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қолға жабыспайтын осындай жұмсақ болу керек және оның бетін жауып жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Қызып тұрған майда пиязды және капустаны, яғни 40 қабатты қуырып аламыз және татымына қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштер қосып, барлығын 10-15 минуттай қуырып аламыз. Қуырылған пияз бен капустаны тартылған етке салып, татымына қарай тұз, бұрыш қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Біздің қамыр осылай көтеріледі. Оны видеодағыдай кішкентай бөліктерге бөліп, әрқайсысын домалақ етіп жайып шығамыз. Қамырды домалақ етіп жайып алғаннан кейін, оның үстіне салмасын салып, тура видеода көрсетілгендей, төменнен жоғарға қарай шеттерін қыса отырып, түйіп шығамыз. Әрқайсысын осылай түйіп шығамыз және майланған мантаваркаға орналастырып, 20 минуттай бетін жауып қалдырамыз. 20 минуттан кейін буда 40 минут пісіріп аламыз. Өте тойымды әрі дәмді тағамдардың бірі. Барлығына ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және басқа да видеоларды жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Жасап көріңіздер және баршаңызға ас болсын.